Өткен жылы Омбыда қазақ аруы 2015 деген байқау өтіп, Әлия Меңдібаева бас жүлдені жеңіп алған. Естеріңізде болса, біз осы байқаудан тіпті сюжет бергенбіз. Енді сол Омбыдан сюжет емес, қонақ келді. Ол Қазақстан тәуелсіздік алған жылы Павлодар облысының Ақсу қаласында туған. Қазір Омбыда тұрады. Ол кәсіби коммуникациялар саласындағы аудармашы кәсібін игерген. Қазір Замандас газетін шығарады. Мәке мен Жәке деген ивент агенттігі бар. Қазақшаға судай ағып тұрған жас белсенді Максим Александрұлы споткайды қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, Максим. Рахмет. Сұлулық байқауынан бастаған болатынбыз. Байқау Омбыда қалай өтіп жатыр? Жалпы өзіңіз көрдіңіз бе? Ол байқау туралы не айтасыз? Мен өзім көрдім. Әрине, бұл Омбы қазақтар деген қазақ қоғамдық бірлестігі бар екен, сол Омбыда. Бұл қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен байқау өтті. Бұл тек қана сән байқау емес, қазақ салт дәстүрлерін жаңғырту байқау деп айтуға болады. Қазақ тілі байқау екен. Жалпы Ресейде ол тек қана Омбыда емес, төменде де бар, Орынборда да бар, және Омбыда. Қазақ аруы. Иә, қазақ аруы деген. Рахмет. Сізді шыны керек, осы кейінгі 1-2 жылдың ішінде жақсырақ біле бастадық. Адам көбірек танылып жатса, бұның бәрі пиар үшін деп жатамыз. Солай ма? Жоқ, ол пиар үшін емес, әрине. Мысалы, біз газетімізді ашып, Замандас деген газетіміз 2013 жылдан бастап шығара бастадық. Сол газетімізде Омбы қазақтары туралы, қазақтың салт дәстүрлері туралы, тіл туралы жазып отырмыз, тіл мәселелері туралы. Бұл газетіміз біз үшін емес, міне Омбы қазақтары үшін өте керекті жоба екен. Содан кейін міне Мәке мен Жәке деген студиясы, біз қазақ тілінде тойды басқарып, сол әрине Омбы қазақтарға ол өте маңызды, өте керекті жобалардың бірі деп санауға болады. Қаншақты сұранысқа ие қазір Омбыда сіздердің осы Мәке мен Жәке деген ивент агенттігіңіз? Өткен жылда біз 120 той басқардық. 120 той. Бір жылдың ішінде? Иә, бір жылдың ішінде. Сол шамада. Экранға назар аударайық. Итак, жениха зовут 3-4. Отлично. И невесту зовут 3-4. Супер. Жарайды, қазақтар келді ғой, олар сені түсінбейді ғой. Сонымен қадірлі ағай, достар, құрметті қонақтар, баршаларыңызға өздеріңіз білесіздер ғой. Басқа тойларда, орыстардың тойларда басында здрасте деп айтады, біздің тойларда ешқашан здрасте деп айтпайды. Бізде ассалаумағалейкум деп айтты. Сонымен баршаларыңызға ассалаумағалейкум қазақ даласының ұрпақтары, алтын күн аспанның астындағы алтын дәл даласының қасқырлары. Атасы алаш керегесі ағаш болғай, алтын үстай күміс бастай қыз тәрбиелеп, қазан отан елер аттан түсірген, қол жайып қараулы аталар, құрбан ай қадірлі апалар, топырақтай асыл ағалар, жапырақтай жасыл жеңгелер, шәрбәттай тәтті қарындастар, жаңғақтай қатты інілер. Армысыздар, бармысыздар, қадірлі ағайын достар, шапалақ бір-біріне ұрар иншалла. Қазір студиямызда 7 кісі жұмыс істеп тұр. 7 кісі, оның ішінде әншілер, бишілер, асабалар, домбырашылар бар. Омбыдағы қазақ қоғамының халы қалай? Олар еліміздегі жаңалықтардан түгел хабардар ма? Тіл меңгеру қандай деңгейде? Жалпы қазір міне 100 мыңнан астам қазақ тұрады екен Омбыда. 50% ауылда, 50% қалада. Сол ауылдың қазақтары судай еркін қазақша сөйлеп отыр, бірақ та қаладағы қазақтарда бірнеше мәселелері бар екен. Ол әрине жастар өкінішке орай қазіргі таңда қазақша сөйлемейді, бірақ та білуге құштар. Омбыда қазақ тілін оқыту курсын ашыпсыңдар. Бұл курс қаншалықты сұранысқа ие? Адам көп келіп жазыла ма? Көп адам емес, бұл курстар біз Қазақстан Республикасының консулдығымен және тілдерді дамыту басқармасының, Павлодардағы тілдерді дамыту басқармасының қолдауымен аштық. Бірақ қазіргі таңда бір топта 6 кісі. Барлығы қазақ па, жоқ әлде өзге ұлттар да бар? Бір кісі ол орыс, ол кәсіпкер. Максим, біз экранға назар аударайық, сұхбатымыз сосын жалғастырамыз. Аса мәртебелі елбасы. Мен Павлодар облысы Ақсу қаласының тумасымын. Қазіргі таңда Омбы мемлекеттік техникалық университетінің студентімін. Нағашым Украин, ата жұртым Мардвин. Өзім қазақпын деп мақтанамын. Елбасымен кездесуде алдында жақсы сөз сөйлеп, жалпы сол кездесуде өзіңді қалай сезіндің?
қандай күйде болдың? Әрине таң қалдым. Міне бұл елбасымен мен алғашқы кездесуім. Сондықтан елбасымды көруге өте қуаныш мен үшін. Сондықтан Қобалжу болды ма? Жоқ, болған Түні бойы жоқ. ұйықтамау деген сияқты. Жоқ, болған жоқ. Осы сөзіңді қанша дайындадың? Бір аптаның ішінде. Максим, енді өзің Омбыда тұрасың. Қазақстанның тумасысың, Омбыда. Біздің отандық өнімдер, Қазақстанда шығарылатын тауарлар. Омбыда бар ма? Кездесіп тұра ма? Иә, Омбыда бар, ол кәмпеттер әрине біздікі, рахат деген. Содан кейін қазір міне Павлодардан әкелген бізде қымыз бар. Тек қана қазақтар ғана емес, міне орыстар да сатады да, сатып алады. Сол сүт өнімдері де бар. Сүт өнімдері де бар, иә. Содан кейін қазір міне біздің жиһаздарын өндірушілерді нарыққа, ресейлік нарыққа шықты. Ұлт жоспарымен танысың ба? Иә. Не айтасың? Алып қосарың бар ма? Біз қазақстандық деген жаңа ұлт құраймыз деп айттық қой, иә. Бірақ та меніңше 20 жылдан соң біз бәріміз қазақ боламыз деп айтуға болады. Өйткені мысалы орыс болса да, украин болса да, иә, 4-ші жүз дейміз ғой. Соны 4-ші жүздің мысалы қазақ елінің ішінде мысалы сары қазақпын деп болуға болады. Иә, сары қазақтардың ішінде орыспын. Солай айтуға болады. Мысалы 20 жылдан соң солай шығар. Рахмет, Максим. Уақытыңды бөліп, Омбыдан арнайы орталық хабар үшін ат теріп келгеніңе көп рахмет. Еліміздің патриоты болғаныңа көп рахмет. Осы ойыңнан таймай, әрі қарай біздің еліміздің беделі үшін, еліміздің жарқын болашағы үшін қолынан келгенше аянбай қызмет ете берсең, біз тек қуанышты боламыз. Рахмет, Максим.